ең бір керемет тұстарының бірі болып табылады. Және де шығармада Абылай ханның ішкі және сыртқы саясатының нәтижелері, оның халық алдындағы беделі терең талданады. Көшпенділер трилогиясы осы қазақ халқының тек қана тарихын, мәдениетін, ұлттық құндылықтарын емес, ол қандай моральдық тұрғыда адамға көмек беретінін байқауға болады. Ілияс Есенберлин бұл шығармасында тарихи шындықты көркем тілмен жеткізе отырып, оқырманды ойлануға, ізденуге шақырады. Бұл әрбір бөлімі қазақ халқының өткенін, бүгінін, болашағын терең сезінуге көшпенділер романы өз көмегін тигізеді, өз септігін тигізеді. Және де бұл роман арқылы әрбір қазақ өзінде жүрегінде патриоттық сезімін оята алады деп айта аламын. Кейіпкерлерге талдау жасайтын болсақ, Әбілқайыр хан күрделі тұлға, өте ақылды, айлакер, бірақ өте бір билікке құмар тұлға болып табылған. Оның саясаты кейде жеке басының мүддесін ел тағдырынан қарағанда биік қойған секілді көрінеді. Өз саясатын, өз менталитетін кейде ел тағдырына биікке қою арқылы өз қателіктерін осылайша жасап алған болатын. Жәнібек пен Керей хандарға тоқталатын болсақ, қазақ мемлекеттілігін құрған маңызды да басты ұлы тұлғалардың бірі болып табылады. Ел бол идеясын өміріне арқау өткен тұлғалар болып табылады. Осы Керей мен Жәнібек хандардың Әбілқайыр хандығынан қалай ыдырап шығуы арқылы елдің қандай мықты деңгейге жеткенін байқауымызға болады. Сол тұлғалар арқылы Әбілқайыр хандығынан ыдырап Моғолстаннан көмек сұрап, сол Моғолстан көмек арқылы өз алдына мемлекет құрып, жетісу жерінде, шу бойында, Қозыбасы жерінде өз мемлекеттілігін жариялайды. Сол арқылы сол кезде байқайтынымыз Керей мен Жәнібек арасында мынандай ақыл кеңес болады. Олар әрқашанда үлкенге деген құрметі, қазақтың әрқашанда қандай үлкенге деген құрметтілігін, қай жерде де болсын үлкеннің сөзі оқ екендігі осы кезде білінеді. Сол кезде Жәнібек шашбауын көтеріп Керейді хан ет сайлайды. Керей ханның қандай оны өзінен үлкен екен, өзінің ағасын сыйлай отырып хан етіп сайлайды. Және тағы да бір тұлға, қазақ хандығына деген үлкен үлесін қосқан, әрқашанда ел аузынан кетпейтін тұлғалардың бірі Абылай хан. Абылай хан ол елдің бірлігін сақтап, жауға қарсы тұрған дана басшы болып табылады. Жас кезінен Төле бидің жанында өсіп, сондай ақылмен айлаға, қандай кезде де ақылмен шешуге ақылмен шешім шешуге Төле бидің үлкен осы жерде үлес көп тиеді. Және де Абылай хан тек қана ақыл оймен ғана шешіп емес, ол қылыш ұстап та, қандай да өзінің әскери жаттығу жағынан өте мықты болғандығы, оның аңырақай шайқасындағы Шаршы батырмен түскен кезінен байқауға болады. Сондай жас болса да өзінің жүрегіндегі отын, жүрегіндегі елге деген махаббатын көрсеткені, және де оның саясаткерлігі, көрегендігі, батырлығы әрқашанда қазіргі ұрпаққа, яғни бізге үлгі болып табылады. Ешқашанда Абылай ханды тарих сахнасынан шығарып алуға, немесе Абылай хан әрбір жасаған игі істерін, батырлығын ұмыту ол шектен шыққандық деп есептеймін. Бұқар жырау дала даналығының бейнесі, яғни Абылай ханның жанындағы үлкен кеңесшісі болып табылды.
әрбір хандардың жанында кеңесшісі, көмекшісі болды. Ал ең көп аталатыны хандар көмекшісінде осы бұқар жырау. Бұқар жырау Абылай ханға әрқашанда өз ақылын айтып, өз көмегін тигізіп, осылай жаса деп әрқашан адал дұрыс шешім қабылдауға, тек қана кінә жасағандарды, яғни ұрлық қорлық жасағандарды тек қана өлтіріп қана қоймай, тек қана өлтіре бергенше оларды да миға салып, оларға да түсінік болсын деп арнайы жазаларды да осы бұқар жыраудың арқасында шешіп отырған Абылайханның жанындағы үлкен бір нағыз кеңесшісі осы бұқар жырау болып табылады. Ханға әрқашан дұрыс кеңес айтып, әділеттің жаршысы символы осы бұқар жырау әрқашан көзге елестейді. Қосымша кейіпкерлерге тоқталатын болсақ, Батыр Баян шын батырдың бейнесі. Уәли, яғни билікке құштар сұлтан болып табылды, әрқашанда билікте ұмтылды. Соған қарағанда Әбілқайыр хан секілді елдің мүддесін сәл екінші орынға тастап қойғаны білінеді. Және де басқа да кейіпкерлер, қалмақ хандары, олар сыртқы қауіптің символы болып табылады. Оның ішінде Қалдан Серен секілді сол мықты хандар Ақтабан шұбырында Алқа көл сұламаға үлкен бір бізге деген, елімізге деген кер әсерін тигізген осы Қалдан Сереннің еңбегі аталмай қоймас. Ол мықты қалмақ ханның бірі болып табылады. Менмі деген қалмақ ханның бірі болып табылады. Және де енді тіл мен стиліне тоқталатын болсақ, Ілияс Есенберлин ол шығарманы өте бір реализм мен романтиканың үйлесімінде айтып өткен, көркемдік қиял мен тарихи шындықты тең ұстаған, бұл шығармада тең ұстаған. Көшпенділер романында әр кейіпкердің сөзі, әрекетінде сол дәуірдің болмысы сезіледі. Ал Ілияс Есенберлин өзіне тоқталатын болсақ, тілі бай, шұрайлы, бейнелі болып табылады. Және де шығарманың маңызы ол қазақ хандығын тарихын танытты, ұлттың рухын оятты, көшпелі өмір салтын ұрпақ санасына сіңірді. Оқырманға, аудиторияға әсері болып табылады. Әсері тарихқа қызығушылық тудырды. Жерін сүюге әрбір жас ұрпақты жетеледі, ұлт болмысын терең түсіндіруге көмектескен болатын.